Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз муравейник тәттісін жасаймыз. Бізге керек 200 грамм май және ұн, сосын сгущенка керек болады. Бірінші біз ыдысымызға майды салып, бөлме температурасында болу қажет. Және ұнымызды салып, 200 граммдай ұн екеуін араластырып, жақсылап қамыр болғанша біріктіріп илейміз. Егер де сіздер одан да көп мөлшерде жасағыларыңыз келсе, 2 есе қылып жасай берсеңіздер болады. Барлық ұн, май бәрі бірігіп, жақсылап илену қажет. Сосын біз қамыр болған соң пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Кем дегенде жарты сағатқа. Сосын тоңазытқыштан шығарып, мен теркадан өткіздім. Үгітіп, әдемілеп өткізуіміз қажет. Ет тартқыштанда өткізсеңіздер болады, өз қалауларыңызға қарай. Осылай үгітіп, тегіс қылып, жайып, бірігіп қалмау керек. Бірігіп қалатын болса, арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол үшін мен бір қамырды 2-ге бөліп, 2 табаға пісіріп алдым. Осылай жақсылап өткізіп аламыз. Сосын пешімізде 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Сосын піскен печеньесін ыдысымызға салып, ыстық кезінде сгущенканың жартысын құйдым мен. Құйып араластырдым. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын мен осындай пішінде форма жасадым. Стаканға салып, немесе осылай тарелкаға өзін ғана салып қойсаңыздар болады. Өз еріктеріңізге қарай. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Ас